Қазақстандағы EdTech тек мектеп деңгейімен шектелмейді. Біз қазір іргелі ғылым мен жоғары технологиялардың тоғысындағы жаңа кезеңге қадам бастық. Осы бағыттағы басты жоба білім беруге жасанды интеллектіні енгізуге арналған ұлттық AI сана бағдарламасы. Оның аясында университеттер, ғылыми орталықтар мен өндіріс саласы бірігіп, жаңа буын IT мамандарын даярлауға көшті. Мұндағы басты назар Deep Tech стартаптары, яғни ғылыми жаңалықтарға негізделген күрделі технологияларды дамытуға бағытталған. Бұл салада әлемдік нарықты мойындатып үлгерген қазақстандық жоба Trust Exam AI. Жақында бұл стартап Астана Hub Battle байқауының $25,000 жүлдені жеңіп алып, өзінің технологиялық басымдылығын тағы бір мәрте дәлелдеді. Бұл жүйе қалай жұмыс істейді? Trust Examның меншікті жасанды интеллекті 1 миллионнан астам емтихан сессиясында жаттықтырылған. Ойлап көріңізші, ол жасырын құрылғыларды, күдікті мінез құлықты, тіпті жасанды интеллект арқылы жасалған шпаргалкаларды да мүлтіксіз таба алады. Ең бастысы, жүйе адамды алмастырмайды. Ол бір бақылаушының жұмысын 1000 есе тиімді етеді.